Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қалайсыздар. Қазір семейный бір жерге шығып жатырмыз. Одан кейін бүгін баратын 3-4 жер бар, короче. Мен әлі ұйықтамаған, көзім қызарып кеткен қыраңдар. В общем, шашыны керек, дом үйде тұра беріп, андай болып кетеді екенсің, короче. Еріншек, сондай болып кеттім ғой. Бұйыртса, Алла қаласа жер үй салып, жер үйде тұрмасам болмайды екен андай жерде. Ал баршаңызға қайырлы түн. Бізден бір сіздерге дұғай жалынды сәлем деп қояйын. Неге десеңіздер, біз бүгін залды бітірдік. Залдың штукатуркасы бітті. Енді Алла қаласа біз кухняға қарай өтеміз. Бізде почти барлық жақтың штукатуркасы бітті. Міне мынау коридордікі. Ең бірінші істелген мына жақ болатын. Бізде бұл жақ қараңғы қазір. Одан кейін мына жақта екінші спальникті істеп тастағанбыз. И коридор істелді. Енді бізде қалғаны тек қана кухня. Алла қаласа кухняда енді мынау ажиотаж болып отыр, өйткені астраудашта істеп жатырмыз. Ертең тазалаймыз бұл жақтың барлығын. Сөйтіп, Алла қаласа уже біз кухняға өтеміз. Сол процестің, жұмыстың штукатурканың 80% бітті, 20% қана қалды. Ол әрине кухня. Соны бітірсек, одан кейін біз ротбунд жағамыз. Ротбунд жаққаннан кейін Алла қаласа бірден есік терезені қойдырамыз. Өйткені есік тереземіз дайын тұр. Алла қаласа заказы беріп, реттеп, сөйлесіп, келісіп, енді әкеліп қою ғана қалды. Сол мына жақта Пернехан деген жігіт самсәлә жеп тұр. Асың дәмді болсын, Пернехан, айналайын. Мына кісі де енді дұрыс қой, жұмыс істегеннен кейін ас ішу керек, дұрыс па Пернехан? Тамақтану керек, дұрыс тамақтанбасаң әлсірейсің. Сондықтан жігіттер жұмысқа келген кезде 2 рет тамақтанады күніге. Сол баршаңызға қайырлы түн. Біз ертең Алла қаласа туған жерім Жазиралы Жаркент қаласында тойдамыз. Алла бұйыртса ертең Жаркентке тойға барайын деп жатырмыз. Биыл осы Жаркентке тойға өте көп шақырып жатыр. Прям туған жерім биыл мен есіктеріне қатталып жатыр. Өйткені Жаркентте биыл Алла қаласа әлі 5 тойымыз бар. Әлі келеді деп ойлаймын бұйырса. Сол ертең сол тойдың біріншісі басталады. Бұйырса ертең Алла қаласа Айнерхан мейрамханасында керемет той тізгінін ұстаймыз. Бізге сәттілік бар ғой, күніге садикке апарып алып келу қалдырмай ше. Соның өзі бір бөлек бір жұмыс қой ше. Азан сағат 9-дарда апарасың, кешкі сағат 5:30-5-те алып қайтасың. Өзіміздің міне любимый садигіміз қазір кіріп кетті, Айжан мен Амир. Бөлек бір жұмыс бұның өзі. Тем более біздің үйіміз мынау садиктен 10 километр жерде. Күніге азында машинамен келеміз, күнде машинамен келіп алып кетеміз. Оған бөлек уақыт бөлесің. Сондай екен ғой бұл, Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін негізі жұмыстарымыз өте көп болған. Сонымен азанда тұрып больницаға келдік. Бүгін декрет неге тапсырдым. Кесарь ағашы. И сонымен шыққан едік. Соңға тапсыруға қаладым, соңға тапсыруға шыққам. Соның алдын келгенде машинаның бір жері кетті негізі. Машина оталдырса тұр деді. Сонымен негізі бүгін қонаққа шақырған әпкем, мамам сестренкасы Ханзада әпкем. Одан қалса бүгін выписка. Короче, жұмыс дегенде барады жерлеріміз көп болған еді. Получается, таксимен жүрміз бүгінгі. Мен футболға қызықпайтынмын. Осы Қайрат Селтикте отқаннан кейін, Реал келеді дегеннен кейін прям андай қатты интересный болып кетті да. Бәрі шулап кеткеннен кейін, тем более. Вот кешегі ойыннан кейін менің футболға деген интересім күшті, прям полный информация білгім келеді. Барлық команда туралы, ойыншылар туралы қазір ақырындап зерттеп жатырмын. И инстаграмнан бәрін қараймын ғой, ойыншыларды ше. Интересный, бәрі футбол болып кеткен ғой. Ректің бәрі футбол. И ойлаңыздаршы, түсімде футбол туралы бір нәрселер көргем, и оянған кезде ойыншыларды іздеп жатырмын. Қаяқта жағынан жүреді ғой жанында деп ше. Татып от түсіме кіріп жатыр ғой. Қиял екен ғой мен. Сразу айтайын, мұрным бітіп жатыр. Мән бермеңіздер, мұрныммен сөйлесем. Студиядан шықтық. Алдында бір би үйреніп жүредім ғой, сол биді бүгін түсіріп тастадық. Бағана билеп жатып жылап қалдым.
уборныйға барып көзім жасын сүртіп тез өз өзіме келіп, неге жылап қалды десеңіздер, мен кәдімгідей көңілшек болып кетіппін. Адамдардың сөздері кәдімгідей дабыл жетіп жібереді екен. Сөйтіп таңертең ерте тұрып кеш ұйықтағаным бар, сонымен шаршап тұрғаным бар, сонымен движение қайта ұмытып қалып бәрін түсіп, сонымен қалай шыққанын білмеймін енді. Сондай болды жалпы. Мұрным бітіп жатыр, анда аллергия ма, неден екенін білмеймін ше. Сіздерде де сондай болып жатыр ма? Аллергия ма? Басталды ма уже? Менде вроде көктемде басталатын еді, білмеймін қазір, или ауырайын деп тұрмын ба?